Сәлеметсіздер ме, білім алушы жас достар? Біз білім, ғылым, инновация үштігі басқаратын әлемге қарай жылжып келеміз. Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы экономикалық ынтымақтастық деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып, дұрыс сөйлеу. Оқушылар мәтінді менімен бірге ілесе оқи отырып, ұсынатын жағдаяттық тапсырмаларды орындап көріңіздер. 21 ғасыр интеграция ғасыры. Ұлттық мүдде тұрғысынан мұқият ойластырылған интеграцияға қарсы болу, заманауи үрдіспен дамуға қарсы болу. Ең дамыған елдердің барлығы бүгінгі биіктерге интеграция арқылы жетті. Бүкіл адамзат жаһандану жолымен дамып жатыр. Етек жеңіңді қымтап, есік терезені тарс жауып отыру дамуды тежейді. Әлем көшінің соңына қалдырады. Біз дамыған елдердің шаңын жұтуға емес, көшін бастауға ұмтылатын елміз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясы бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті атты Қазақстан халқы ассамблеясының 21 сессиясында сөйлеген сөзінен: біздің қазақта жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас, жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адас деген мағыналы сөздер бұрыннан бар, және олар бекер айтылмаған. Қазаққа жалғыздықтан сақтануды үндеген. Міне, осы ата-баба өсиетін сақтауға еліміз өз тәуелсіздігін жарияласымен ақ күрескені белгілі. Осы ретте еліміз ТМД кедендік одақ секілді бірнеше ұйымдарға мүше болып отырғаны бәрімізге аян. Оқушылар, тыңдалым мәтінінде айтылған 3 маңызды ақпаратты, тыңдалым мәтінінде айтылған 2 фактіні, тыңдалым мәтінінде көтерілген бір өзекті мәселені кестеге толтырып жазып көріңіз. Оқушылар, мәтіннің өн бойында кездескен мақалдардың білдіретін мәні мен мағынасын, мақалдарда айтылған ойға қатысты өз пікіріңді саралап көр. Жалғыздың үні шықпас,